Сәлеметсіздер ме? Мен Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің дене тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы Рахимбеков Болат Кулашевич. Менің жаппай ашық онлайн курсыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақтың тақырыбы тобық тұғу, бүгінгі сабақтың тақырыбы тақия тастамақ. Тақия тастамақ ұлттық ойыны. Қазақ халқының ұлттық ойындары ұлттың өткен тарихынан сыр шертетін, сан ғасыр бойы қалыптасқан рухани мұра. Бұл ойындар халықтың тұрмыс тіршілігімен, дүниетанымымен, мәдениетімен тығыз байланысты. Ұлттық ойындар жас ұрпақты дене жағынан шынықтырып қана қоймай, ақыл ойын дамытатын, шапшаңдыққа, бірлікке, тапқырлыққа тәрбиелейтін құрал. Осындай тәрбиелік мәні жоғары ойындардың бірі тақия тастамақ. Қарапайым көрінгенімен, бұл ойынның мазмұнында баланың қырағылығын, байқампаздығын, ептілігін жетілдіретін терең тәрбиелік мән жатыр. Ойынның шығу тарихы. Тақия тастамақ ойыны қазақ халқының ертеден келе жатқан тұрмыс салтын, көшпелі өмірдің қарапайым көріністерін бейнелейді. Қазақ даласында тақия тек бас киім ғана емес, баланың, әсіресе жастардың күнделікті өмірінде жиі қолданылған киім түрі болған. Тақияның жеңіл әрі ыңғайлы болуы оны ойынға да пайдалануға мүмкіндік берген. Ойынның шығу тарихы балалардың топ болып ойнау дәстүрімен байланысты. Ертеде ауыл балалары жазғытұры кең жайылымда, ауыл маңында бірігіп ойнайтын. Осы кезде олар қолындағы бар заттарды, бақташының тебенін, орамалды, тіпті тақияны да ойын құралы ретінде қолданған. Тақияны білдіртпей бір-бірінің артына қою арқылы байқампаздықты тексеру көшпелі өмірдің өзінде маңызды қабілет саналған. Бұл ойынның ең көп тараған кезеңі 19-20 ғасырдың басы. Ол кезде ауылдағы үлкендер жиындарда немесе шаруашылық жұмыстары арасында балалардың ойындарын бақылап, кейде тәрбие мақсатында бағыт-бағдар беріп отырған. Тақия тастамақ ойынның қарапайымдылығы мен қызықтылығы, оның ғасырлар бойы сақталуының негізгі себебі. Ойынның мазмұны мен ережелері. Тақия тастамақ қозғалысқа негізделген, сергектік пен қырағылықты талап ететін ойын. Ойын көбінесе шеңбер құру арқылы басталады. Ойыншылар саны 8-15 адам немесе одан көп болуы мүмкін. Негізгі ережелері. 1. Ойыншылар шеңбер болып отырады немесе тұрады. 2. Bir ойыншы жүргізуші болады. 3. Жүргізуші қолына тақия алып, шеңберді айналып жүре отырып, тақияны білдіртпей бір ойыншының артына қояды. 4. Егер артында отырған ойыншы тақияны байқаса, дереу тұрып жүргізушіні қуып жетуі тиіс. 5. Жетсе, жүргізуші айыпқа қалады, ән айтады, би билейді немесе ортада өнер көрсетеді. 6. Егер жеткізе алмаса, өзі жүргізуші болады. 7. Тақияны байқамай қалған ойыншы ортаға шығып өнер көрсетеді. Бұл ойынның ең қызықты тұсы. Қосымша шарттар. Бір-біріне әдейі кедергі жасауға болмайды. Жүргізуші тақияны тастағанда айла жасап, түрлі қимылдар қолдануға құқылы. Қуып жету кезінде қауіпсіздік ережелері сақталуы тиіс. Ойынның мәні мен маңыздылығы. Тақия тастамақ ойыны дене шынықтыру жаттығулары мен психологиялық дамуды қатар қамтитын ерекше ойын. Физикалық қасиеттерді дамытуы. Шапшаңдық, ептілік, жүйріктік, қозғалыс үйлесімділігі, қуып жету және бағытты тез анықтау дағдысы. Психологиялық қасиеттерді дамытуы. Байқампаздық, зейінді шоғырландыру. Қырағылық, шешім қабылдау жылдамдығы. Ұялшақтықты жеңу. Өзін-өзі еркін ұстау. Ойын барысында ортаға шығып өнер көрсету баланың шығармашылық қабілетін ашуға әсер етеді. Қазақ халқы үшін сөз өнері, ән, би тәрбиенің негізгі құралдарының бірі. Сондықтан бұл ойын ұлттық эстетикалық тәрбиенің бір бөлшегі ретінде де қарастырылады. Қазіргі замандағы тақия тастамақ. Қазіргі таңда тақия тастамақ ойыны мектептерде, балабақшаларда, ұлттық мерекелерде, спорттық жарыстардың ашылуында, Наурыз мейрамында, этнофестивальдерде кеңінен ойналып жүр.
Қала мектептерінде ұлттық ойындарды жаңғырту жұмыстарының бір бөлігі ретінде бұл ойын балаларға қазақ мәдениеті туралы білім беріп қана қоймай, олардың физикалық белсенділігін арттыру жолында да қолданылады. Кейбір педагогтар тақия тастамақты логикалық ойындармен біріктіріп, ойын барысында жұмбақ шешу, мақал айту сияқты элементтер енгізіп отырады. Бұл әдіс ойынның тәрбиелік және танымдық мүмкіндігін күшейтеді. Тақия тастамақ қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлттық мұрасының бір бөлігі. Бұл ойын балаларды сергектікке, зейін мен байқампаздыққа, шапшаңдық пен тапқырлыққа баулиды. Сонымен қатар ойын балалардың ұжымда ойнау дағдысын қалыптастырып, ұлттық өнерге, дәстүрге деген қызығушылығын арттырады. Қазақтың баланың ойыны емес, халықтың қазынасы деген сөзі бұл ойынға тікелей қатысты. Сондықтан ұлттық ойындарды сақтап, болашақ ұрпаққа жеткізу, мәдениеттің тұтастығын сақтаудың маңызды жолы. Бақылау сұрақтары. 1. Тақия тастамақ ойынның шығу тарихы қазақтың қандай өмір салтымен байланысты? 2. Ойынның негізгі ережелері мен жүргізушінің міндеттері қандай? 3. Ойын барысында қандай физикалық қасиеттер дамиды? 4. Тақия тастамақ баланың психологиялық дамуына қалай әсер етеді? 5. Ойын кезіндегі өнер көрсету дәстүрінің тәрбиелік мәні неде? 6. Тақияның ұлттық мәдениеттегі рөлі қандай және ойынға неге осы зат таңдалған? 7. Қазіргі таңда бұл ойын мектептер мен балабақшаларда қандай мақсатта ойналады? 8. Ойынды қауіпсіз әрі тиімді өткізу үшін қандай шарттар сақталуы керек? 9. Ұлттық ойындарды жаңғыртудың қоғам үшін қандай маңызы бар? 10. Тақия тастама ойыны балалардың топтағы қарым-қатынасын қалай нығайтады? Келесі сабақтың тақырыбы сақина салу. Назарларыңызға рахмет.